Жер қатынастары саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің алдын алу нәтижелері бойынша кеңес өтті. Үйлестірілген өзара іс-қимыл мен ынтымақтастық сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тиімді анықтауға қажетті шаралар кешенін қабылдауға мүмкіндік береді. Нұрлан Ұранхаевтың басшылығымен өткен жиында Абай облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі департаментінің жетекшісі Сабуров Әділхан баяндады. Начну с того, что антикоррупционная служба располагает необходимыми инструментами, предусмотренным законом о противодействии коррупции. Одним из них является антикоррупционный мониторинг, по результату которого вносится приложение об устранении причин и условий, способствующих коррупции. Как отметил Нурлан Тельманович, пора принять комплекс действенных мер, направленных на предотвращение коррупционных рисков. Результаты проведенного нами антикоррупционного мониторинга показали ряд имеющихся нерешенных проблем, которые вызывают обоснованную критику со стороны граждан, в том числе субъектов бизнеса. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан сауда-саттықты ұйымдастыру және жер учаскелерін беру тәртібін регламенттейтін бизнес процестердің жетілдіруі мен пайдаланылмаған жерлерді қайтару бойынша шаралар жеткіліксіз қабылданғанын мойындау қажет. Кейбір жағдайларда жер учаскелерін мүлікті сату арқылы беруге рұқсат етіледі, алайда бұл заңсыз деп саналады, дейді Әділхан Сабуров. Мемлекет басшысы 2022 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекет басшысының жекелеген тапсырмаларын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Заңға енгізілген өзгертулер табиғи монополиялар субъектілеріне қосымша инвестиция тарту арқылы тозығы жеткен коммуналдық желілердің тозуын кем дегенде 15%-ға азайтуға мүмкіндік береді. Абай облысы бойынша инженерлік желілердің тозуы орта есеппен 58-де 6%-ды құрайды. Оның ішінде жылумен жабдықтау желілерінің 68%-ды. Семей водоканал мекемесі бойынша желілердің тозуы 67-78% аралығын құрайды. Апаттық жағдайды болдырмау мақсатында тариф белгілеу арқылы жөндеу жұмыстары жүргізетін болады. Департамент басшысы тариф деңгейіне желілердің тозуын төмендетуге бағытталған инвестициялар ғана емес, сонымен қатар қызметкерлердің жалақысын арттыру көзделеді. Сондай-ақ аталған салада цифрландыру жүзеге асып жатқаны айтылды. Бір ел бір кітап республикалық акциясы елімізде 2007 жылдан бастап іске асырылып келеді. Акцияның мақсаты ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік туындыларды оқу және насихаттау, сондай-ақ жастарға рухани адамгершілік және патриоттық тәрбие беруге бағытталған. Семей қаласының Абай атындағы облыстық кітапханасында бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында қазақ жазушысы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіктің шығармаларын оқуға ұсынады. 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелдин ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген. Ол кісінің 30-дан астам шығармалары жарық көрген, және де ең алғашқы шығармасы 1969 жылдан бастап жарық көрді. Одан кейін Көкжиек, Айтылмаған ақиқат, Өлі ара, Әке, Қонақтар және тағы да басқа әңгімелері, повесть жинақтары жарық көріп отыр. Біздің Абай кітапханамызда ол кісінің көптеген шығармалары және мақалалары беріліп отыр. Осының барлығын біз оқырман қауымға ұсынып отырмыз. Төлен Әбдіковтің шығармаларының көбісін алып қарасақ, оқуға оңай, тілге жеңіл, алайда оның философиялық мағынасы өте терең әрі құнды болып табылады. 18-20 қаңтар аралығында Ақтөбе қаласында есту қабілеті бұзылған ерлер мен әйелдер арасында дзюдодан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Оған Абай облысының спортшылары қатысып, жақсы нәтиже көрсетті. Спортшылар 1 және 3 орындарды иеленді. Жаттықтырушылардың еңбегі ақталып, 17 облыстың ішінен Абай облысы жалпы командалық есепте 3 орынға ие болды. Абай облысының Үржар ауданында азық-түлік тауарлары бағаларының мониторингі бойынша рейд жүргізілді. Үржар ауданы бойынша әлеуметтік маңызы бар бірінші кезекте халық тұтынатын азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру, негізсіз өсуінің алдын алу мақсатында аудан жұмыс тобы тарапынан сауда дүкендердегі 19 түрлі азық-түліктің үстеме бағасын 10-15%-дан асырмауын бақылап мониторинг жүргізді. Жыл басынан барлығы 256 азық дүкенінде 64 рейд жүргізілді.